О, иә, бұл мен, Усенбаева Зухра Алтынбекқызы. Бұл жағдайға қалай жеттім? Мұның өзі бір қызықты оқиға. Менің әкем адамдарға шипа іздеп ем жүргізетін ақ халатты Абзалжан дәрігер болуымды қалады. Ал анам болса, түрлі аспапта ойнауды, әсіресе фортепиано мамандығын игерсе деген арманы болды. Халықтың назары мен қошеметтеріне бөленіп, алғыстарын алуды жөн. Арасында өзім де армандап, өз кәсібімді ашып, сауда бағытын дамытқым келді. Бірақ мен барлығының қалауын бір арнаға ұштастырдым. Иә, мұғалімдік жолды таңдадым. Қазіргі таңда шебер ұстазбын. Жарық дыбыс алдарыңызда бренд ұстаз Усенбаева Зухра Алтынбекқызы. Ал енді сіздерді өзімнің әріптестерім, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерімен таныстырайын. Аяғанова Марал Тұрсынқызы түрлі коучингтер, семинарлар өткізуді жаны сүйетін шебер ұстаз. Жаппарова Гүлбану Бақуқызы білімді, ұшқыр ойлы, әдебиетті жаны сүйетін тапқұмар ақын. Тойтанова Дина Маратқызы барлық тапсырманы уақытылы, ұқыпты, нақты орындауды мақсат етеді. Шалабаева Нұрила Өмірәліқызы кез келген мәселенің ақиқатын айтып, шындықты көздейтін, қажет кезде ақылын айта білетін зерек мұғалім. Смақова Гүлназ Өскенбайқызы тазалық пен тәртіпті қатаң сақтап, шәкірттерінің дүрмекте болуын іздейді. Аманжолова Гүлсана Жолдасқызы қиялы дамыған, бірлестігінің қоржыны жетістікке толу үшін қалайда тың идеяларды ойлайтын шығармашылық жан. Отарбаева Маржан Ерманатқызы сегіз қырлы, бір сырлы, белсенді, үнемі ізденіс үстінде жүреді. Әлмиретова Бауыржан Серікқызы арамыздағы ең салмақты, бауырмал, досқа адалдық, рухқа адалдық девизін ұстанады. Сағымбаев Мақсат Азатұлы мәдениетті, адамгершілігі мол, өнер өрісін кеңейтуді жөн санайтын дарынды, жауапкершілігі жоғары тұлға. Дәл осы тәжірибелі, жан-жақты ұстаздардың креативті, сапалы сабақтары мен жоспарлап отырған түрлі іс-шараларын көргілеріңіз келсе, 2 қазаннан басталатын қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің айлығына шақырамыз. Біз бірлескенде алынбайтын қамал жоқ.